Жанымның ең нәзік сенсің бөлшегі, жарығайым жан тәніммен сүйемін сені. Ән жолын, өнер жолын мен негізі 6 жасымдан бастап бастағам десем қателеспеймін. Өйткені мен негізі кішкентай кезімде магнитофонға өте әуес болдым да. Үзбей тыңдап жүргеннен кейін, онымен қосылып ән айтып жүргеннен кейін оны әкем байқады. Сосын 6 жасымда ең бірінші о кезде Астананың жанындағы Ақмола облысы Ерментау ауданы Еркіншілік деген ауылда тұрғам. Ең бірінші аудандық әнші балапан деген конкурсқа қатысып бірінші орын алған болатын. Содан бері осы өнер жолын үзбей келе жатырмын. I need you, tell you I set you apart. Ақырындап сол бірнеше ірі фестивальдарға қатыса бастадым. Ең ірі сол кездегі қатысқан фестивалім бірінші ол Жұлдызай болды. Ары қарай өз өнерім жалғастыра келе 2018 жылы ең ірі фестивальға қатыстым. Өзімнің өмірімдегі дәл қазіргі. Ол Мәскеу қаласында өткен Крокус Сити Холл деген концерт залында. Диана Гурцкаяның жасаған фестивалі ғой. Белая трость деп аталады. Сол жерде Зара деген әншімен өнер көрсеткен болатын. Өте үлкен әсер алдым сол жерден. Я ничего не хочу знать, слабость друзей, силу врагов. Я ничего не хочу ждать, кроме твоих драгоценных шагов. Әр елдің көрермендері негізі былай қарасаңыздар ерекше ғой. Өйткені бізде мысалы өзімізде Қазақстанда негізі менің ойымша Ресейде жаңағындай 10.000 адам болды ғой сол жерде, сол залда, Крокус Сити Холлда. 10.000 адам тұрып шапалақ ұрған кезде мен кәдімгідей өте риза болдым. Өз еліңде неше түрлі конкурстарға қатысып, фестивальдарға қатысып жүргеннен кейін басқа елде өнер көрсету ол деген өте үлкен құрмет қой. Қазақстаннан жалғыз өзім бардым мысалы. Маған ең бірінші қиындық ол музыка жасау болды. Өйткені мен өз әндерімді өзім жазам, музыкасын, полный аранжировкасын, сведениясын бәрін енді өзім жасаймын, дауысымды өзім жазам бәрін. Ең бірінші программаларды үйрену өте қиын болды. Ол программалар әлі күнге дейін маған толықтай бейімделмеген. Ең басты нәрсе ол өзіңнің материалыңды шығарып, өзіңнің әндеріңді жасай беру. Жасай берсең, әрекет қылсаң, ол өзімен өз келеді. Сондықтан ең бірінші өнер жолы ол өте ауыр жол негізі. Сол жолда тынбай еңбек етіп, ары қарай дамысын деген ниеттемін. Мен өзімнің Қазақстаныма сенем шыны керек. Қазақ еліне сенем. Ары қарай дамитынымызға сенем. Сол енді бұйырса алдағы мақсатым осы Қазақстанды бүкіл әлемге дамытып, барынша жан-жақты именно біздің мәдениетті көрсету ғой енді менің ойым. Сондай адамдар, сондай азаматтар көп болса екен деп ойлаймын өзім.